Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 89-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы қарапайым теңдеулер, теңсіздіктер. Бірінші есеп А нұсқасы. Тура теңдіктер шығатындай x-тің орнына тиісті сандарды қой. 45 қосу x тең 50-ге. Мұндағы x-ті табу үшін x тең 50-ден 45-ті азайтамыз. X тең 5-ке. Тексереміз. 45 қосу x-тің орнына 5-ті қоямыз. 45-ке 5-ті қосқанда тең 50 болады. Теңдеудің екі жағы да 50 тең 50-ге. Келесі 87 азайту x тең 80-ге. Мұндағы x-ті табу үшін x тең 87-ден азайтамыз 80-ді. X тең 7-ге. Тексереміз. 87 азайту 7. 87-ден 7-ні азайтқанда 80 болады. 80 тең 80. Келесі есепте x көбейту 5 тең 40. Мұндағы x-ті табу үшін 40-ты бөлеміз 5-ке. X тең 8-ге. Тексереміз. X-тің орнына 8-ді қоямыз. 8 көбейту 5. 8-ді 5-ке көбейткенде 40 болады. 40 тең 40. Нұсқасы әріптің орнына 10-нан кем қажет санды таңдап, тура санды теңсіздіктер жаз. Бірінші А артық 5-тен. А-ның орнына 5-тен үлкен 10-нан кем сандарды жазуымыз қажет. Сонда 6 артық 5-тен. 7 артық 5-тен. 8 артық 5-тен. 9 артық 5-тен. 10-ды жазбаймыз. Келесі Б артық 6-дан. Б-ның орнына 6-дан үлкен 10-нан кем сандарды жазамыз. 7 артық 6-дан, 8 артық 6-дан, 9 артық 6-дан. Келесі 7 артық Б-дан дейді. Б-ның орнына 7-ден кіші сандарды қоямыз. 7 артық 6-дан. 7 артық 5-тен. 7 артық 4-тен. 7 артық 3-тен. 7 артық 2-ден. 7 артық 1-ден. Келесі 8 артық К-дан дейді. К-ның орнына 8-ден кіші сандарды қоямыз. 8 артық 7-ден. 8 артық 6-дан. 8 артық 5-тен. 8 артық 4-тен. 8 артық 3-тен. 8 артық 2-ден. 8 артық 1-ден. Екінші тапсырма. А нұсқасы. Теңдеудің шешуіне қара және есіңе сақта. X көбейту 3 тең 18. Белгісіз көбейткіш x-ті табу үшін көбейтіндінің мәні 18-ді белгілі көбейткіш 3-ке бөлу қажет. Сонда x-тің мәні 6-ға тең болды. X-тің орнына 6-ны қойып тексереміз. 6 көбейту 3 тең 18. 18 тең 18. Ә нұсқасы теңдеулерді түсіндіре отырып шеш. Y көбейту 4 тең 28-ге. Белгісіз көбейткіш Y-ті табу үшін Y тең көбейтіндінің мәні 28-ді
белгілі көбейткіш 4-ке бөлу қажет. Сонда y тең 28-ді 4-ке бөлгенде 7 болады. Тексереміз. Y-тің орнына 7-ні қоямыз. 7 көбейту 4 тең 28. 28 тең 28. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша теңдеу құр және оны шеш. Үлгі бойынша бізге 40 килограмм x килограммнан 8 есе артық дейді. Сонда 40 бөлу x тең 8-ге. X-ті табу үшін 40-ты 8-ге бөлген x тең 5-ге. Сонда 40 көбейту 5 тең 8-ге, 8 тең 8-ге. Жауабы 5 килограмм болған. Үлгі бойынша өзіміз теңдеу құрамыз. 35 килограммнан y килограмм 5 есе кем. Сонда 35 бөлу y тең 5-ге деп құрамыз. Мұндағы белгісіз бөлгішті табу үшін, яғни y-ті табу үшін, бөлгішті, яғни 35-ті бөлеміз бөліндінің мәніне, яғни 5-ке бөлеміз. Сонда y тең 7-ге. Тексереміз. 35 бөлу 7 тең 5-ге. 5 тең 5-ге. Жауабы 7 килограмм. Белгісіз бөлгішті қалай табады? Қорытынды жаса. Белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлу керек. Төртінші тапсырма. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш. X бөлу 5 тең 8. Мұндағы x белгісіз санды табу үшін x тең 8-ді көбейтеміз 5-ке. X тең 40. Тексереміз. X-тің орнына 40-ты қоямыз. 40 бөлу 5 тең 8-ге. 8 тең 8-ге. Y бөлу 4 тең 9. Y мұнда белгісіз сан. Оны табу үшін y тең 9-ды көбейтеміз 4-ке. Y тең 36 болады. Тексереміз. Y-тің орнына 36-ны қоямыз. 36 бөлу 4 тең 9-ға. 9 тең 9. Келесі 35 бөлу x тең 5-ке. X мұндағы белгісіз санды табу үшін 35-ті бөлеміз 5-ке. X тең 7-ге. Тексереміз. 35 бөлу 7 тең 5-ке. 5 тең 5-ке. Бесінші тапсырма. X-тің орнына 27 санын қойып, теңсіздіктерді тексер. Барлық теңсіздіктер тура ма? Бірінші, 2 қосу 27 тең 29 болады. Келесі жағында 27. Сонда 29 27-ден артық. Бұл тура теңсіздік. Келесі 27, келесі жағында 24 көбейту 1. 24 болады. Сонда 27 артық 24-ден. Бұл да тура теңсіздік. 27 артық 0-ден. Бұл да тура теңсіздік. Келесі тура емес теңсіздіктерді жазып шықтық. 27 артық 27 бөлу 1-ден дейді. 27-ні 1-ге бөлгенде 27 болады. Бұл екеуі тең болу керек, бірақ артық делінген, сондықтан бұл тура емес теңсіздік. Келесі 27, 28-ді 4-ге бөлгенде 7 болады. 7 артық 28-ден. Бұл тура емес теңсіздік. Келесі 27 артық 27 қосу 1-ден. Бұл 28 болады.
Негізі 28-27-ден артық болу керек. Сондықтан бұл тура емес теңсіздік. 6-шы тапсырма. 5 саны қай теңдеудің шешімі? Жауабын дұрыс тапсаң, Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшыны білесің. Бірінші, В бөлу 5 тең 8. Мұндағы белгісіз сан В-ны табу үшін 8-ді көбейтеміз 5-ке. В тең 40 болады. Тексереміз. В-ның орнына 40-ты қоямыз. 40 бөлу 5 тең 8. 8 тең 8. Келесі 7 көбейту А тең 21. А мұнда белгісіз сан, оны табу үшін А тең 21-ді бөлеміз 7-ге. А тең 3-ге. Тексереміз. 7 көбейту 3 тең 21. 21 тең 21-ге. Келесі X көбейту 9 тең 45-ге. Мұндағы X белгісіз санды табу үшін X тең 45-ті бөлеміз 9-ға. X тең 5-ге. Тексереміз. 5 көбейту 9 тең 45-ге. 45 тең 45. Келесі 35 бөлу С тең 5-ге. Мұндағы С белгісіз санды табу үшін 35-ті бөлеміз 5-ге. С тең 7-ге. Тексереміз. 35 бөлу С-ның орнына 7-ні қоямыз. Сонда 5 болады. 5 тең 5-ге. Бізде 5 саны мына теңдеудің шешімі болды. Ол бізде Бекзат Саттарханов. Жауабы: Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшы Бекзат Саттарханов. 7-ші тапсырма. А нұсқасы. Теңдеулерді шеш. X көбейту 5 тең 25. Белгісіз сан X-ті табамыз. Тең 25-ті бөлеміз 5-ге. X тең 5. Тексереміз. X-тің орнына 5-ті қоямыз. 5 көбейту 5 тең 25. 25 тең 25. Келесі В бөлу 2 тең 8. Мұндағы В белгісіз санды табу үшін 8-ді көбейтеміз 2-ге. В тең 16. Тексереміз. В-ның орнына 16-ны қоямыз. 16 бөлу 2 тең 8. 8 тең 8. Келесі 3 көбейту А тең 15. А белгісіз санды табамыз. А тең 15 бөлу 3. А тең 5-ге. Тексереміз. 3 көбейту 5 тең 15. 15 тең 15. Келесі 20 бөлу С тең 4-ге. Мұндағы С белгісіз санды табу үшін 20-ны бөлеміз 4-ге. С тең 5 болады. Тексереміз. 20 бөлу 5 тең 4-ге. 4 тең 4-ге. Ә нұсқасы. Тура теңсіздіктерді тауып жаз. 66 бірлік дегеніміз 66-ға тең. 66 кем 37-ден. Ол тура теңсіздік емес. Жазбаймыз. Келесі 4 дециметр 3 сантиметр дегеніміз 43 сантиметрге тең. 43 сантиметр артық 42 сантиметрден.
ол тура теңсіздік жазамыз. 4 дециметр 3 сантиметр артық 42 сантиметрден. Келесі 75 қосу 9 84 болады. 85-ті бірге көбейткенде 85 болады. Сонда 84 артық 85-тен. Ол тура теңсіздік емес, оны жазбаймыз. Келесі 54-ті бірге бөлгенде 54 болады. 54-тен 6-ны азайтқанда 48 болады. Сонда 54 артық 48-ден. Бұл тура теңсіздік. Оны жазамыз. 54 бөлу 1 артық 54 азайту 6-дан. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.